Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Мен бүгін осы кешегі тақырыпты жалғастырғым келіп отыр. Адам қай кезде өзін толыққанды сезінбейді деген тақырыпты біз кеше Инстаграмда талдап бастаған болатынбыз. Адам өзін қай кезде толық сезінбейді? Бұл толыққанды сезіну дегеніміз жалпы балалық кезден бастау алады, барлығыңызға мәлім. Яғни бұл дегеніміз ата-анамыздың балаға, яғни ата-анамыздың біздің кішкентай, мысалы мен кішкентай Тоғжанға қарым-қатынасы қандай болды? Ата-анам маған ұрысқан бе еді, ата-анам мені еркелеткен бе еді, ата-анам мені мақтаған бе еді? Осы нәрселермен тікелей байланысты, яғни ата-анадан бастау алады, осы ұрысқаны, үйреткені, немесе біздің ата-анаға деген өкпеміз, және де ата-ана бізге жаман болсын деп ұрыспайды ғой. Осы нәрселердің барлығы бізде подсознание, яғни түп санада қалып қояды. Яғни жаңадан туылған бала көбіне бейсаналы түрде шешімдер қабылдайды. Бейсаналы түрде біздің миымыз 95% атқарады. Мысалы, біз барлық әрекеттерді осы балалық шақта 6-7 жасқа дейін қалыптастырып аламыз. Соның әсерінен біз үлкейген кезде де сол балалық кездегі травмалармен, ойымызда қалып кеткен шешімдермен шешім шығаратын боламыз, алдымызға келіп тұрған ситуацияға байланысты. Осы түп санадағы блоктармен, немесе түп санадағы ата-анаға ренішпен, немесе өз-өзімізге көңіл толмаушылық болса, оны осознанно түсініп, біз ретке келтіріп, терапия жасау керекпіз. Сонда ғана біздің миымыз жаңа бір этапқа көтеріледі. Оның қандай да бір жаңағы сол кездегі білмей немесе түсінбей істеген нәрселер екендігін түсінеді осознанно, и содан кейін барып ол дұрыс пікірге қалыптастыруға көмектеседі деп айтқым келеді. Егер де сіздер түп санаңызбен жұмыс жасамайтын болсаңыздар, онда жаңағы ата-анаға реніш ол сіздерді осы үлкейген кезде, яғни болашақта сіздерді жаңағыдай қарыз мәселесімен қинауы мүмкін, немесе ата-енемен қинауы мүмкін, немесе күйеуіңізбен қарым-қатынаста, немесе балаларыңызбен қарым-қатынаста көрініс табуы мүмкін. Біз осы түпкі санамыз арқылы өз-өзіміздің мінезімізді қалыптастырып аламыз, бала кездегі мінездерімізді, және де бейсаналы түрде өзімізді шектейміз, өзімізді лайықсыз сезінеміз, және де өзімізді бейсаналы түрде кедей сезінеміз. Осы естіген, көрген ақпараттардың барлығын бейсана өзіне сақтайды, және де керек кезде шығарып отырады. Сондықтан да сіз өзіңіздің миыңыздағы, яғни бейсанаңыздағы, түп санаңыздағы настройкаларыңызды өзгертсеңіз, онда сіздің де өміріңіз өзгереді. Адамға, яғни өзіне байланысты, адам өзгеру өзіне байланысты деп айтып жатамыз, осы соның әсерінен. Негізінен адамның миы ақпаратты 4 этапта қабылдайды. Бірінші этапы не знаю, чего не знаю деп аталады. Яғни адамның миы білмейтін нәрсені білмейді. Екінші знаю, чего не знаю дейді. Яғни білмейтін нәрсемді енді білемін дейді екінші этапта. Ал үшінші этапта интеллектуалды және физиологиялық деп аталады. Бұл дегеніміз осы беріп отырған ақпаратты интеллектуалды немесе физикалық тұрғыда жаттығу жасау арқылы тұрақтандыру деп аталады. Ал төртіншісі магия деп аталады. Магия дегеніміз, яғни до автоматизмге дейін жеткізу деп аталады. Яғни біз ісімізді до автоматизмге жеткіземіз, сонда ғана біз автоматты түрде орындаймыз. Біздің миымыз оны солай қабылдайтын болады. Мысалы, біздің балалық кездегі нәрселеріміздің барлығы уже миымызға сіңіп кеткен. Мысалы, мінез құлқымыз, автоматты түрде жауап беретініміз адамдарға, немесе жаңағыдай күнделікті жасайтын іс-әрекетімізді айтсақ болады, сөйлейтін сөзіміз, күнделікті қолданатын нәрселеріміз еш өзгертпей тұрақтандырып кеткенбіз. Осының барлығы бейсаналы түрде. Бұлардың барлығы жайлап әрі тұрақты түрде жұмыс істеу арқылы тұрақтандырамыз және өмірімізге енгіземіз. Сол арқылы өмірімізді және өзімізді өзгертеміз. Енді біз бала кезімізді еске алайық. Бала қандай өзі? Бала не істейді? Бала
көргенін істейді. Ата-ана не істейді, бала соны істейді. Мысалы, біз балаға мынаны істеме деп айтып, өзіміз оны істемейтін болсақ, немесе істеп жүрсек, сол кезде бала сіздің істеген нәрсеңізді дұрыс деп қабылдайды, ал істемеген нәрсеңізді дұрыс емес деп қабылдайды. Ол бейсаналы түрде шешім қабылдайды. Сонымен қатар біз балаға жаңағы барлығын ата-анадан бастап алады дедік қой. Ата-ананың балаға жасаған қарым-қатынасы, осының барлығы баланың түп санасында қалып кетеді. Мысалы, бала кезде баланы басқа баламен салыстырған болсаңыз, немесе жаңағыдай балаңызға қамқорлық деп киім әперуді көрсеңіз, немесе қыдыртуды ғана көрсеңіз, бірақ жылулықты бермеген болсаңыз, оның барлығы баланың түп санасында сақталды. Бірақ та біз осы тұста ата-ананы кінәлауды емес, ата-ананы ақтауды үйренуіміз керек. Бірінші тақырып бізде ата-ана туралы болсын. Яғни біз ата-анамызды бала ретінде түсіну керекпіз. Яғни ата-анамыз неге бізге олай жасады, неге бізді всегда қолдайды, бірақ енді жаңағыдай ұрсып қояды, басқа баламен салыстырып қояды, критика айтып қалады, соның әсерінен біз ата-анаға претензия пайда болды, Осы қайдан пайда болды десек, мысалы, ата-анамыздың кезінде СССР болды, КСРО болды, және де жаңағыдай Құдай жоқ деген сенімдер болды. Соның әсерінен ата-анамыздың миында бізде қазір бейбіт заман, бізде более еркіндік бар, біліміміз бар, ата-анаға қарағанда. Біз свободный болдық, өзіміздің ойымызды еркін жеткізетін болдық. Сол нәрселерді қарап, біз ата-анамызға оларда да сондай өмір болған түсіну керекпіз, және де оларға кешіре білу керекпіз, ата-ананы ақтау керекпіз. Сонда ата-анаға деген жаңағыдай азаят кішкене болса реніш. Ата-анамыз мысалы сол кезде бір жорсткісті көріп өсті, жаңағыдай КСРО-ның қыспағынан, ашаршылықтан деген сияқты. Соның әсерінен бізге де қатал болды, ұрысты деген сияқты. Солай. Бірақ та біз жаңағыдай ата-анаға сіз неге маған өйтпегенсіз, сіздің маған өйтіп айтуға құқығыңыз жоқ еді ғой, неге маған осы нәрсені үйретпегенсіз, не болмаса бермегенсіз деп айтуға, неге мені салыстырдыңыз, сіз ондайсыз, сіз мұндайсыз деп айтуға біздің құқығымыз жоқ. Аллах бізге онда құқықты бермеген да. Сол үшін де біз ата-анаға олай айта алмаймыз. Ата-анамызды біз қабылдау керекпіз. Ата-ана деген нығмет. Ата-анаға егер де біз жаңағыдай негатив айтатын болсақ, ата-анаға разы болмасақ, немесе ата-анам менің ондай, ата-анам менің сондай деп критика, претензия айта берсек, онда бұл дегеніміз Аллаға деген наразылықта, қыздар. Біз өзіміз емес, ата-анаға емес, Аллахқа наразылық айтып тұрмыз деген сөзді. Сондықтан да Аллаға наразы болмау керекпіз. Егер де Аллаға наразы болатын болсаңыз, онда сіздің басқа өмірде тұстарыңыз жаңағыдай қиындыққа тап болады. Енді достар, сіздерге бүгінгі тақырып ұнаса, онда лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыз. Және де өздеріңізге керекті ақпаратты ала алдыңыздар деп ойлаймын. Мен бұл каналда өзімнің білетін тұстарыммен, білетін салаларыммен, білетін мағлұматтарыммен, ақпараттармен бөлісемін деп аштым. Сіздер қолдаңыздар. Артық кеткен жерлер болса, қатты сынға алмаңыздар. Бір-бірімізді қолдайық. Барлығымыздың жақсы өмір сүргіміз келеді, бақытты болғымыз келеді. Ал ол өзімізден бастап алатындығын ұмытпайық. Сау болыңыздар.